Өздеріңіз білесіздер ғой, мен қайда жүрсем де елдің бәрі неге жүгіреді ғой, бір топовый жерлерге. Мен ауылдарына кетем, одан кейін мал іздеп кетем. Мынау бір енді Неваданың, Невада ма? Невада штаты. Невада, Юта, одан кейін үшінші Аризона, Калифорния, 4-5 штаттың ортасында орналасқан жер ғой, бір әгі. Невада, Иә, қиылысқан жері. Осы жерде мектебін көрсетейін деп едім. Ауылдағы мектеп. Жаслан айтып жатыр, жағы бұл ауылдағы нақты өздерінің типичный мектептері. Міне. Ано Эмеркос школ деген солай ма? Иә, осы ауылдың аты Амаргоза деп. Амаргоза. Міне. Осындай ғана кішкентай ғана мектеп. Жаңағы фермадағылар осында оқитын шығар, балаларын осында алып келетін шығар. Міне школьный бустар. Осылар алып келеді. Міне осындай жерде. Мынаны бүйтіп ойлап қалмасын, мына жердің бер жағында оқиды, ар жағына бүйтіп бүкіл несі территориясы. Мына жағын көрейік. Иә. Мына жағына. Ну, тоже одноэтажный ғой. То есть обязательно бәленбай ғимаратты салмаған. Өт сондай үлкен емес екен, қарайын арғы қоршауын. Аха. Кабинеттер осында. Иә, міне. Мынандай ғана мектеп. Барлығы анандай неден жасалған? Жеңіл металдан жасалған, иә? Конструкция. Жаңа анарда жазылып тұрған жерде сол ата-аналар әкеп тастайды. Содан, мына автобус әкеледі екен. Иә, бұнда автобус алып. Ну, плюс ата-аналар өздері алып келе алатын шығар. Ары қарай кірмейді ешкім. Иә, міне, мынандай ғана жер. Так что әлемді дүрліктірген Американың да мектеп осындай. Бірақ міне мына балалар бар екен. Мынау стадион сияқты ғой, иә? Ағаштар отырғызылған, газон, ойын алаңдары, енді ол бөлек екен. И мектептердің жанында міне мынандай знак тұр. Ақырын балалар жолды қиып өтуі мүмкін деген міне мынандай знак. Қараңыздар. Мынаның ар жағында библиотека бар. Жерін көрсетейік. Міне участковый мына жерде отырады, иә? Участковыйдың кабинеті. Міне мынау, кстати, қызық, тоқта. Бұл жерде бір қызықты көрсетейік қазір. Мынау осы ауылдың орталығы. Бұлай берілген шериф отыратын жер. Мынау пожарка. Мынаны білмеймін. Мынау библиотека. Міне библиотека нәбірі кішкентай ғана. Міне қайсы? Міне. Мынау нәбірі библиотека, міне нәбірі кішкентай. И анау ар жағында дом культуры комьюнити центр. Сонда баскетбол ойнай ма? Спортзал бар ішінде, иә? Анау ар жағындағы міне нәбірі отырған спортзал. Вот. Клуб сияқты, иә? Мәдени. Сонда қарасаңыздар, Американың типичный ауылы осында екен. Ана, қызық. Мен өзім бұлай деп ойламаппын. Сіздерде қазір өзгеріп атқан шығар, иә? Мен бұлай деп елестетпеппін, шынымды айтсам. Мынау осы акиматы ғой, өздерінің, иә? Солардың почталары не дейді анау? Фармтаун көшесінікі, иә? Иә, каждый зданияның өзінің. Анау библиотеканың несі? Анау клиника. Кстати, клиникасын көрсету керек, кішкентай. Мына жағымызда қойдым. Клиник? Ана. Міне, health center. Міне. Мынау бұлардың нелері. Біздегі не деді? Бізде не деуші еді? Медпункт. Медпункт демейді. Бізде Жоқ. Бізде фармпункт дей ма? Фармпункт демейді бізде, басқа дейді. Міне мынау медицинский пункттар осындай, короче. Осындай кіп кішкентай ғана. Әне. Библиотека, міне мынандай ғана. Ауылдың библиотекасы міне. Кіп кішкентай міне біреу. Амаргоза либрари дейді. Басқа күні болғанда нетіпте көруге болар еді. Ішіне кіріп. Бірақ бүгін, жексенбі бүгін демалыс. Ал мынау пожаркасы. Тоже қиын түгі жоқ,
қиын болғанда бәлендей қылып жасамаған, қарапайым барлығы. Міне мына жерде пожарный станция ауылдан. Ал құрметті қазақ елі, сіздер үшін Алмасбек, Аризона, Невада, Юта қиылысынан, шекараларынан.